Осындай олқылықтардың орнын азайту үшін елде алғаш рет жол қозғалысы қауіпсіздігіне арналған ұлттық стратегия әзірленіп жатыр. Жоба халықаралық тәжірибеге сүйене отырып жасалмақ. Оны Көлік министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің тапсырмасымен Қазжол ғылыми зерттеу институты әзірлеуде. Сонымен қай елдердің тәжірибесі ескерілген. Нақты жоспарлар қандай? Бұл жөнінде Қазжол ғылыми зерттеу институтының ресми өкілі Адина ханым, қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Уақыт тауып келгеніңізге алғыс білдіреміз. Жаңа статистиканы келтірдік. Шынымен де жан түршігерлік. Биылдың өзінде 6 мыңнан астам адам опат болыпты. Енді ұлттық стратегия әзірленіп жатыр екен, осы жол қозғалысының қауіпсіздігін күшейту үшін. Осы жайында айтып өтсеңіз, бұл қандай стратегия, айырмашылығы не, артықшылығы қандай? Енді бұл ұлттық стратегия бізде осыған дейін болмаған. Осы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған. Алдағы 5 жылдың ішінде осы стратегияның аясында біз жол көлік оқиғаларынан болатын өлім-жітім санын 30%-ға дейін төмендетуді көздеп отырмыз. Жалпы бұл стратегия халықаралық, өздеріңіз айтқандай, тәжірибеге сүйеніп жасалынған. Ең үздік үлгілерінің бірі осы Швецияда жасалынған деп айтса болады. Себебі қазіргі таңда 10 миллион халық тұратын Швецияда жылына 140 шақты ғана жол көлік апаты болады. Олардың негізгі мақсаты 30 жылға дейін бұл көрсеткішті нөлге дейін түсіру. Осы стратегия аясында Vision Zero тұжырымдамасы қолданылып енгізілмек. Ол дегеніміз жолдағы өлім-жітімге деген 0%-дік төзімділік. Сонымен қатар қауіпсіздік аудиті алғаш рет елімізде осы стратегия аясында қауіпсіздік аудиті жасалынып жүзеге асырылады. Оның да негізгі мақсаты, түпкі мақсаты жол көлік оқиғаларынан болатын өлім-жітімді нөлге дейін жеткізу болып отыр. Енді бұл жерде қалай жүзеге асырады, қалай жасаймыз деген сұрақтар туындауы мүмкін. Негізгі ең алғашқы бізде қазір осы стратегияны жүзеге асыру үшін бірінші оны жазып шығаруымыз керек. Биыл біздің ғалымдар, европалық ғалымдар бар, Жапонияның, Кореяның ғалымдары бар, осы жүйені үздік қылып енгізген. Сол кісілермен бірге зерттеу жұмыстарын жүргізуде, сол кісілердің тәжірибесін алмасуда. Алдағы уақытта осы жылдың ішінде біз осы стратегияны жазып бітіріп, алдағы бірнеше жылда қолданысқа енгізуді көздеп отырмыз. Жалпы бұл жерде осы жол көлік қауіпсіздігіне қатысы бар барлық өкілетті органдар, ішкі істер министрлігі, көлік министрлігі, жергілікті әкімдіктерге кез келген көлік апаты болған жағдайда қандай іс-әрекеттер жасау қажет, қандай іс-қимылдар қолдану қажет, соның барлығы ескерілетін болады. Кез келген жол көлік оқиғасынан кейін тергеу жұмыстары жүргізеді. Кәдімгі қылмыс болғанда қалай тергеледі, сол сынды жан-жақты тергеу жұмыстары жүргізіледі. Ол дегеніміз тек қана көліктің техникалық жағдайы, ауа райы, не болмаса жол жабын жағдайы емес, жолаушының, жүргізушінің сол кезде қандай халде болды. Мүмкін жүргізуші депрессияда шығар, әлде болмаса үйінен бір жанжал болды ма, әлде өзге де сыртқы факторлар сондай жол көлік апатына алып келетін шешімдерді қабылдауға бір өзінің себепші болды ма, соның барлығы зерттеледі. Ол жерде арнайы аудитор мамандар жұмыс жасайды. Қазір біздің институт ғалымдары шетелдік мамандармен бірлесе арнайы оқудан өтуде. Ол жерде арнайы психолог мамандар осы тергеу кезінде жұмыс жасап, толыққанды кез келген жол көлік апатының себебін анықтап, оны екінші мәрте болдырмауға бар үлесін салатын болады. Сонымен қатар осы стратегия аясында қауіпсіздік аудиті жүзеге асады. Ол тек қана қазіргі пайдаланып жатқан жолдар ғана емес, жолдарды жобалау кезінде де осы жол апаттарын болдырмаудың негізгі себептерін іздеп, оларды жоққа шығарудың алдын алады. Бұл толыққанды жүйелі жұмыс деп айтса болады. Кез келген елдің негізгі құндылығы ол адам. Оны мысалға бізде түсінеміз, Европаның өзге де мысалға дамыған елдер барлығы оны түсініп отыр. Осы орайда мысалға Европада арнайы статистика шығарылған. Егер адам жол көлік оқиғасынан қаза тапса, не болмаса жұмысқа жарамсыз болып қалса, жылына бюджетке 4,5-5 миллион евро зиян келеді екен. Сондықтан да олар түсініп отыр. Перспективада, егер біз экономиканы, егер елдер жақсы ұстап қалғысы келсе, көтергісі келсе, өлім-жітім санын нөлге дейін жеткізу керек. Оны біз де түсініп отырмыз. Мұндай статистикалық мәліметтер біздің стратегияда толыққанды жазылатын болады. Мүмкін айтуы мүмкін, мысалға Европамен салыстырғанда, ол жерде автокөліктерге деген
талаптардың өзі ерекше. Мысалға 7 жылдан артық жүруге болмайды. Барлық автокөліктерде жасанды интеллект жүйелері болу керек. Мысалға пешеходтың алдында егер жүргізуші өзі тоқтатып үлгермесе, автокөлік өзі тежеуішті басып тоқтататын мүмкіндіктері болу керек. Мүмкін бұл шығындарға алып келуі мүмкін, алайда перспективада толыққанды қарайтын болсақ, адам шығынын болдырмау арқылы бұл экономикаға деген өте үлкен оң әсерін береді. Сонда қарапайым тілмен айтатын болсақ, Vision Zero деген бұл жол қауіпсіздігіне толықтай аудит жүргізесіздер. Барлығын зерделеп, одан кейін ұсыныстар айтасыздар. Солай ғой, иә? Солай. Бұл тек қана қаладағы жолдарға қатысы бар ма, әлде республикалық жолдарда? Барлық жолдарға. Жаңа мен айтқанда жол қауіпсіздігіне қатысы бар ішкі істер министрлігі, көлік министрлігі, әкімдіктер барлығына қатысты болады. Кез келген жолда. Яғни бірнеше ведомство бірігіп жұмыс істеу арқылы осы белгілі бір тетіктерді жасайсыздар ғой. Енді осы эфирге дайындық барысында көрермендермен сауалнама жүргізген едік. Сонда енді үлкен қалаларда тұратын, ол әсіресе Алматы және Астана қаласында тұратын. Енді соның пайыздық мөлшерлемесі Астанада көп екен. Автобус жүргізушілері ережені көп бұзады. Сосын жаңағыдай автобус жүргізушілеріне қатысты, болмаса автобус қозғалысына қатысты көп шағым бар екен. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, сол жердегі көлік жүргізушісінің психологиялық жағдайын, оның бұған дейінгі көңіл күйі қандай болған барлығы зерттеледі деп. Осы тұрғыда автобус жүргізушілері де, болмаса сол автобус маршруттарына өздерінің көліктерін шығарып отырған компанияларды да тартасыздар ма сол жұмыстарға? Бұл стратегияда қоғамдық көлік жүргізушілеріне, такси жүргізушілеріне деген ерекше көңіл аударылады. Міндетті түрде. Олардың медициналық денсаулығының жағдайына ерекше назар аударылатын болады. Болған әрбір көлік оқиғасы толыққанды зерделенетін болады. Бір үлкен блок арналады деп айтсақ та болады. Себебі мынау әсіресе қала аралық такси жүргізушілерін алатын болсақ, автокөлігінің техникалық жағдайы қандай? Ол дұрыс деңгейде техосмотр дейді, соны өтті ма? Оны қандай мекеме берді? Ол формально болды ма? Әлде іс жүзінде көлігін дұрыстап тексерді ма? Осы тетіктердің барлығы, жалпы жол көлік қозғалысына қатысты барлық тетіктерді осы стратегия қамтиды. Жаңа әріптесіміз Шартар апайдарында осы Vision Zero жайында біраз мағлұмат берді. Көптеген елде енгізіліпті. Тіпті тиімді болған мемлекеттерде бар екен. Ол жерлерде мысалы жол көлік апаты 30%-ға азайған мемлекеттерді атап өтті жаңа. Енді сіздер әлемдік тәжірибені зерттейтіндеріңіз түсінікті, бірақ осы Vision Zero енгізілген, бірақ өз нәтижесін көрсетпеген елдер бар ма? Енді нақты ондай елдер туралы ақпарат жоқ. Алайда өзіміздің елді мысалға келтіретін болсақ, бұл халықаралық тәжірибені алып бізге енгізе салу деген сөз емес қой. Біздегі климаттық жағдай, тіпті менталитет, жүргізушілердің мінез құлқы сынды барлық аспектілерді қамтып жасалынады. Кез келген ғылыми ізденіс болсын, кез келген жоба, стратегия, халық дүние жүзінде өзін жақсы көрсеткен, енгізбес бұрын біз толыққанды өзімізге адаптациялаймыз ғой. Демек бізде де тиімді боларына сенімдіміз. Себебі Швецияны айтып кеттік қой, мысалға 10 жылдың ішінде 96 мен 2006 жылдың арасында стратегия енгізілгенде 50%-ға төмендеген жол көлік оқиғасы. Керемет, бізде де солай болсын деп тілейміз. Сізге рахмет, студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге. Құрметті көрермен, студияда қонақта болған Қашыл ғылыми зерттеу институтының ресми өкілі Адина Айнаева. Арнамызда қазір жарнама, одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Алыстамаңыздар.